Төле биге bir 7 жасар бала бар, Ақбұрай барыпты. Сонда Төле би жаңа балаға ақыл айтқан ғой. Ақты ақ деп бағала, қараны қара деп қарала, өзегің талса, өзен бойын жағала. Жаңағы тым жоғарылама, аспанға асыларсың, тым төмендеме, аяққа басыларсың, орта болсаң қатарға бір қосыларсың депті. Сонда бала ұшып түрегеліп сөздің мағынасын түсінген. Ой ата, сіздің мына берген ат берсеңіз өліп қалады, тон берсеңіз тозып қалады, өлмейтін, өшпейтін жүректе мәңгі сақталатын мына өсиетіңізге ризамын депті. Сол айтпақшы, осы үлкендердің осы қариялар айтып баратыр ғой, үлкендердің өсиеті бірлікшіл болыңдар, көремаушылық деген болмасын, өтірік өсек айтудан жаңағы Аллах болыңдар. Қазір біздің қазақ өте ұлттардың ішіндегі өте бір жақсы ұлт, бірақ тек бір жаман ғана бір жеріміз бар. Көремаушылық бар, жаңағы кішкене жалқаулығымыз бар, аңқаулығымыз бар. Соның бәрін жойсақ, нағыз мұсылман иманды халық біздерміз. Осы бұны соңынан ерген біріңді бірің қолпаштап, бір-біріне бірін сүйеу болыңдар. Осы еңбектерің жана берсін, жемісті болсын.